Сіздер барлықтарыңыз білесіздер ғой, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, күллу амал ибни адам юдаафу дейді. Бүкіл адам баласының амалдары дейді, бірден есейіп отырады дейді. Еселеніп отырады дейді. Бір сауап амал жасайсың ғой, ол бірден еселеніп отырады дейді. Ол бір сауап болып жазылмайды дейді. Әл-хасанату би ашри амсалиха иля саб'имияти дайфин деп келеді хадисте. 10 сауап бірден жазылады дейді сауапқа. Бір жасаған жақсылыққа 10 сауап бірден жазылады да, ниетіңе қарай, ықыласыңа қарай, амалыңа қарай 700 есеге дейін еселеніп отырады дейді. Бұл барлық амал солай. Илля саум дейді. Ораза ғана ондай емес дейді. Фаиннаху ли, ол мен үшін ұстады дейді. Ва ана аджзи бихи дейді. Мен оған өзім сауабын берем дейді. Осы жерде ғалымдар айтады, қалай дейді? Намаз ол да Алла үшін. Зекет ол да Алла үшін. Ата-анаға құрмет ол да Алла үшін. Қандай жақсылық амал бар дінде, оның барлығы Алла үшін ғой. Неге Алла тағала ораза мен үшін деп жатыр дейді? Болған қатысты 3 түрлі мен сіздерге шарх айтып берейін. Бұл хадистің түсіндірмесін. Ғалымдар айтады, Алла тағала бұл ораза мен үшін деп айтып жатқанның себебі дейді. Өйткені ораза дейді, Рамазан айының оразасы. Алла тағала мен үшін деп жатқан себебі дейді. Қияметке оразаны сақтаймын деп отыр дейді Алла тағала. Бүкіл амалдардан сауаптар алып беріле береді екен ертең адамдардың ақысына. Тек қана ораза ғана 100% сол толыққанды сауабымен сақталып өзінде қалып қалады екен да. Оразаның фаиннаху ли ана аджзи бихи. Ол ораза мен үшін және де мен оған өзім берем деген сөздің ар жағында дейді. Мен ертең қияметте оразасын тескізбеймін. Оразасының сауабын ешкімге бергізбеймін. Адамның ақысына кетіп қалса да, адамның ақыларына бермей, басқа сауаптарынан ала берсін. Бірақ оразаны мен сақтап тұрам ол үшін деп айтады. Фаиннаху ли ва ана аджзи бихи дегеннің мағынасында екінші мағынасы. Мен үшін ұстады. Мен оған өзім сауабын берем дегеннің ар жағында дейді. Ұзақ уақыт бойы шөлден, судан, тамақтан және де әйелмен қосылудан ұзақ уақыт бойы тыйылады дейді. Ас-сауму имсак дейді. Ораза бұл тыйылу дейді. Барлық амалдарда тыйылу бар дейді. Осы үшеуінен. Намазда да осы үшеуінен біз тыйыламыз. Тамақ ішпейміз, су ішпейміз, әйелімізбен қосылмаймыз. Бірақ ол аз ғана уақыт сабыр етеміз намазда біз. Тура сол сияқты басқа құлшылықтарда, қажылықта да сондай бар. Тауап жасап жүрген кезде ішпейсің, жемейсің, әйеліңмен қосылмайсың. Ол да аз ғана уақытқа. Бірақ мына Рамазан айындағы мына 3 нәрседен тоқтау ұзақ уақытқа болады. Сағаттарға, 10-15 сағаттарға кетіп қалады. Бұл деген мен үшін осынша ұзақ уақытқа мыналардан тоқтап тұр бұл. Мен үшін тоқтап тұр бұл. Мен сондықтан да мына ораза ғой. Ана намаздарда тоқтады, басқалар тоқтады, бірақ олар аз ғана уақытқа тоқтап тұрды ғой. Мына жерде ұзақ уақытқа тоқтап тұр ғой бұл дейді. Сол үшін мен бұған өзім, мен үшін ұстады ол. Осылай мен үшін ол ұзақ уақыт сабыр етіп берді мыналарға. Сондықтан да мен өзім оларға бұның ұзақ уақыт бойы сабыр еткеннің сауабын берем дейді. Жігіттер, бізде мухаррам асли, мухаррам арид деген түсінік бар шариғатта. Негізі өз алдына 100% харам болған дүниелер бар. Арақ өз алдына харам. Шошқаның еті өз алдына харам. Бірақ мухаррам арид дегендер бар. Өз алдына харам емес, халал нәрселер. Бірақ негізгі бір жағдайларға байланысты, уақытқа байланысты харам болып тұратын дүниелер бар. Тура Рамазан айында су адал, бірақ харам болып тұрады. Ораза кезінде. Тамақ адал, бірақ ораза кезінде сол уақытқа таңның атысынан кештің батысына дейін харам болып тұрады. Әйел үйлену исламда адал, бірақ ана кісі бізге арам болып тұрады. 15-16 сағат таңның атысынан кештің батысына дейін. Осы арқылы мухаррам арид арқылы Алла тағала бізді мухаррам аслидан тәрбиелеп жатыр дейді, аслиға. Егер де дейді сен 30 күн бойы адал болған судан тоқтасаң, адал болған тамақтан тоқтасаң, адал болған жарыңнан тоқтасаң, сен енді Рамазан айы біткеннен кейін мухаррам аслилардан да тоқтауың жеңіл болып кетеді дейді.
Сен енді өзіңіз ойлаңыз, 30 күн бойы адал болған суды ішпей жүріп, енді арам еткен 30 күннен кейін арақты қалай ішіп қоясыз? Бұл тәрбие мектебі Рамазан. Сіз өзіңіз ойлаңыз, сіз шошқаның еті, немесе колбасаға шошқаның майы қосылған колбасаны қалай жейсіз? Сіз кеше ғана адал болған еттен тоқтап отырғасыз 30 күн бойы. Енді сіз өзіңіз ойлаңыз, сіз қалай шетке қарап, кетіп қалып, бөтен біреудің әйелімен немесе бөтен біреудің қызымен жатасыз? Сіз Рамазан айында өзіңіздің әйеліңізбен, адал болған әйеліңізге жақындамағасыз. Сіз қалайша бөтен адамның әйеліне барып жақындайсыз Рамазаннан кейін? Міне Рамазанның бір мән мағынасы жаңағы Алла Тағала мен үшін дегені ұзақ уақыт бойы сабыр етіп беріп тұр дейді. Алла Тағала фаиннаху ли ва ана ажзи бихи, ораза мен үшін, мен оған сауабымды өзім берем дегеннің мағынасында ар жағында Рамазан айының оразасы бұл басқа құлшылықтарға ұқсамайды дейді. Барлық құлшылықта іс-әрекет бар дейді. Намазда әрекет бар. Еңкейесің, тұрасың, жығыласың, тұрасың, жығыласың, отырасың. Қажылықта харекет бар. Айналасың, жүресің, Сафа мен Марваның арасында жүресің, шаш алдырасың. Харекеттен құралған құлшылық. Зекет те сондай. Малың табасың, малыңды бөлесің, есептейсің, барасың, өзінің бөлігін қолына ұстатып, анау не дейді ғой? Не жасайсың? Тамлих жасайсың, кәдімгідей қолына ұстату керексің. Ол шарт зекетте. Енді мына ораза мен үшін деп отыр Алла Тағала. Мен өзім ертең сауабын берем дейді. Неге деген кезде, мына амалда әрекет жоқ. Мына оразада харекет жоқ. Екі адам тұрса, біреу ораза, екіншісі ауыз ашық болса, сырттан қараған адам біле алмайды, қайсысы ораза екен, қайсысы ауыз ашық екен. Сол үшін де айтып отыр Алла Тағала, бұл риядан таза құлшылық дейді. Ешкім үшін емес бұл дейді. Бұл тек қана Алла үшін ұстайсың болды, ішіңде кетті бұл. Айтпесе мысалға бүгін осы жерде отырмыз, ораза ұстамағандарыңыз бар шығар араларыңызда. Білмейміз бірақ. Өзі айтпаса да, ішінде кетеді. Алла мен екеуінің арасында. Сол үшін де Алла айтып отыр дейді. Бұл ораза мен үшін ұстайды адамдар. Мен оған ертең сауабын өзім берем деп айтады дейді. Міне осы үш нәрсені естеп алыңыздар, сақтап алыңыздар. Есте қалды ма? Ал көрейік ал. Біріншісі не еді?